Достар, сіздермен бірге екі өзі өтеді. Бүгінгі видеода сізге жаңалығым бар. Яғни мен алдын 1,5 ай бұрын видео шығарған болатынмын. Шашым түсу себептері. Яғни мен шашымда ойық пайда болды. Яғни содан кейін мен дәрі-дәрмектерді іше бастадым. Сосын айттым ғой сіздерге нәтижемді бөлісетін боламын деп. Менде қазір миноксидилді жақтың 5%-ын, биотин, сонымен қатар биотин, балық майы іштім. Яғни құдайға шүкір нәтижем бар. Қазір нәтижеммен бөлісетін боламын. Сонымен достар, біз бәріміз білеміз, шаштың түсуі қандай жағымсыз әрекеттерге, жағымсыз іске алып келетінін. Ең бірінші сізге беретін кеңесім, бірінші біз миноксидилді көрдік өзіміз, өз басым, маған көмектесті миноксидилді 5%, оған бір мен сақалға шығарған болатынмын. Одан алдын мен бұны сатқан болатынмын, миноксидилді, шыны керек. Сатпастан бір өзіме де қолдандым, нәтиже берді. Кейін білмеймін неге біреуге мен өтірік алдап қойдым ба, маған өзім шашым түсіп қалды. Кейін сосын өзім басыма жақтым шашты. Құдайға шүкір нәтижесін берді, өзіңіз көріп тұрғаныңыздай. Сонымен қатар биотин қолдандым мен. Биотин кәдімгідей іште жақта да витаминдер керек адамға шаш шығу үшін. Ең бірінші тағы бір үлкен кеңес, миноксидилді қолданбастан бұрын миноксидилдің 3 түрі бар: 5%, 10%, 15%. 5%-дан бастаған дұрыс. Егер сіз алдын қолданбасаңыздар, 5%-тан кейін 10%, 15%. Егер бірден 15% бастасаңыздар, теріге зақым тиюі мүмкін дейді. Сонымен одан бөлек шашқа арналған витаминдері бар, тағамдар бар, соны көріп, соны зерттеп, соларды жеп, көңіл бөліңіздер. Осы А витамині, Е витамині бар тағамдарды жеңіздер. Балық майын іштім мен, биотин іштім, яғни нәтиже болды. 1,5 ай нәтиже болды. Шыны керек, басы жаман, андай отвращение дейді ғой адамдардан. Сондай болып өзіне төмен сақтай сезінесің ғой, адамға байланысты енді. Жақсы сәттілік, сіздерге де сәттілік тілеймін. Денсаулықтарыңызға қарап жүріңіздер. Егер видео ұнаса, лайк, комментарий басып қойыңыздар. Жақсы сау болыңыздар.